Мынаны айтыңызшы, сіз 5 бала өсірдіңіз бе, 7 бала өсірдіңіз бе, немесе 10 бала осы еліміздің болашағын өз қолдарыңызбен тәрбиелеп, денсаулықтарыңызды, жастықтарыңызды балалар үшін жұмсаған аналар, бүгін мемлекет сізге жаңа мөлшерде жәрдемақы төлеуге тиіс. Бірақ оны алып жатырсыз ба? Осы сұраққа жауап беруге дайын болыңыз, өйткені жауабы сізді таң қалдыруы мүмкін. 2026 жылдан бастап алтын алқа және күміс алқа егерлеріне төленетін жәрдемақы сомалары өзгерді. Мемлекет бұл туралы үндемей өзгертті. Ал сондар сіз өзіңіз барып талап қоймасаңыз, ешкім хабарламайды. Бүгін мен сізге нақты сандарды айтамын, нақты қадамдарды айтамын, және сіздің ақшаңызды қалай қайтарып алуға болатынын түсіндіремін. Қадірлі аналарым, сіздердің өмірлеріңіз туралы сөйлескім келеді. Сіздер жастықтарыңызды колхоздарда өткіздіңіздер. Таң атпай тұрып, жер жырттыңыздар. Фабрикаларда 12 сағат, 14 сағат тұрдыңыздар. Зауытта болаттай болып шыңдалдыңыздар. Мектепте балаларды оқыттыңыздар. Ауылдың жалғыз дәрігері болып, оянбай жатпай жұмыс істедіңіздер. Сонымен бірге өз балаларыңызды бауырыңызға басып өсірдіңіздер. 5 бала, 6 бала, 7 бала. 10 бала, кешкісін қолдарыңызды жастып, жалғыз шамның жарығында балаларға тамақ пісірдіңіздер. Бұл ерлік, бұл батырлық, бұл ешқандай орденге сыймайтын ұлылық. Бірақ қазір не болып жатыр? Сол батыр аналарымыздың айына алатын зейнетақысы нанға, дәріге, жарыққа жетпейді. Коммуналдық төлемдер өседі, дәріханадан дәрі алуға ақша жетпейді, немере шөберелеріне кәмпит алып беруге қолы жетпейді. Бұл әділетсіздік. Бұл бізге барлығымызға ұят. Мен заңгер ретінде айтамын, мемлекет бұл аналарға қарыздар, және сол қарызды қайтаруға міндетті. Енді пікірлер бөліміне бір нәрсе жазып қойыңыздар. Өткен жылдарда қандай мамандықта жұмыс істедіңіздер, неше жыл өтіл жасадыңыздар, және алғашқы зейнетақыңыз қанша болды? Бұл сіздің тарихыңыз, бұл еліміздің тарихы, және бұл сандар маған сіздің нақты жағдайыңызды түсінуге көмектеседі. Сонымен бірге осы арнаға жазылыңыздар. Жазылу бұл жай ғана батырма емес. Жазылу бұл өз құқығыңызды қорғаудың бірінші қадамы. Заңдар жыл сайын өзгереді, жәрдемақы мөлшерлері өзгереді, МРП өзгереді. Ал кім білмесе, ол ақшасын жоғалтады. Біздің арна сіздің заңи қорғаныштарыңыз. Мен мұнда күн сайын жаңа ақпарат беремін. Қандай жәрдемақылар бар, оларды қалай алуға болады, қандай өтініштер жазу керек. Және ең бастысы, мемлекет сізге не төлеуге міндетті, бірақ төлемей отырған. Сондықтан қазір арна атауының астындағы қызыл батырманы басыңыздар, және қоңырауды қосыңыздар. Себебі маңызды хабарламаларды жіберіп алмаңыздар. Бұл сіздің ақшаңыз, сіздің құқығыңыз. Қадірлі достарым, ендігі жерде тарихқа бір үңілейік. Кеңес дәуірінде батыр ана атағы бұл ерекше мақтаныш болды. 10 бала туған ана мемлекет тарапынан ерекше сыйлықтармен, жеңілдіктермен, тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Ол атақ тағып берілгенде бүкіл ауыл жиналып мереке жасады. Сен батырсың, сен ерлер жасаған ерлікті жасадың деп бетке ұстады. Сол кезде анаға деген құрмет мемлекеттік деңгейде болды. Ал бүгін сол аналарымыздың жасы 70, 80, 90-да денсаулықтары сынды, бірақ заң өзгерді, сандар өзгерді, есептеу жүйесі өзгерді, және бұл өзгерістерді ешкім апаларымызға барып айтпады. Сіз сонға барасыз, жүйеде деректер жоқ деп айтады. Мұрағатқа барасыз, құжат сақталмаған деп айтады. Бюрократия осылай жұмыс істейді. Сіз өзіңіз талап қоймасаңыз, ешкім қозғалмайды. Сандық технологиялар дамыды, бірақ кейде бұл жүйе апаларымыздың пайдасына емес, керісінше кедергі айналады. Бірақ мен бүгін сізге нақты жол сілтемін. Енді ең маңызды бөлімге өтейік. Нақты сандар, нақты ақша, нақты деректер. 2026 жылдан бастап айлық есептік көрсеткіш, яғни АЕК немесе МРП 4125 теңгеге дейін өсті. Өткен жыл ол 3932 теңге болатын, яғни өсім шамамен 10%. Ал енді алтын алқа егерлерінің жәрдемақысы туралы айтайын. Алтын алқа бұл 7 және одан көп бала туып, тәрбиелеген аналарға берілетін марапат. Осы марапат егерлеріне 2026 жылы ай сайын 32.005 теңге, яғни 7,4 АЕК мөлшерінде жәрдемақы төленеді. Күміс алқа 6 бала туып, тәрбиелеген аналарға берілетін марапат. Бұл марапат егерлеріне ай сайын 27.680 теңге, яғни 6,4 АЕК мөлшерінде жәрдемақы төленеді.
Digi жерде кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасыларға төленетін ай сайынғы жәрдемақы туралы айтайын. Бұл жәрдемақы табыс деңгейіне қарамастан төленеді. Яғни бай немесе кедей деп бөлмейді. Тек бала саны маңызды. 4 баласы бар отбасы 16,03 АЕК, яғни 69.330 теңге. 5 баласы бар отбасы 20,04 АЕК, яғни 86.673 теңге. 6 баласы бар отбасы 24,05 АЕК, яғни 104.017 теңге. 7 баласы бар отбасы 28,06 АЕК, яғни 121.360 теңге. 8 және одан көп балалы отбасыларға әр балаға 4 АЕК, яғни 17.300 теңгеден есептеліп, кемінде 138.400 теңге төленеді. Ендеше сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз, сіз осы сандарды аласыз ба? Егер аламын десеңіз, тамаша, мемлекет сізге тиесілісін береді. Бірақ егер аламын деп білмесеңіз, немесе аламын, бірақ мөлшері осыдан аз деп ойласаңыз, онда мен сізге арнайы жаздым. Себебі бюрократия жиі ұмытып кетеді. Жүйе өзінен өзі қайта есептемейді. Сіз өзіңіз талап қоюыңыз керек. Енді 6-шы блок ең маңызды бөлім. Заңгердің нұсқауламасы, 5 нақты қадам. Осыны жазып алыңыздар, скриншот алыңыздар, балаларыңызға жіберіңіздер. Бірінші қадам, есептеулеріңізді тексеріңіз. Ең алдымен e-gov.kz порталына кіріңіз, немесе бала кіріп тексерсін. Онда менің төлемдерім немесе әлеуметтік төлемдер бөліміне өтіп, сізге қандай жәрдемақылардың тағайындалғанын қараңыздар. Егер сіз алтын алқа немесе күміс алқа иегері болсаңыз, тиісті жәрдемақыңыз тағайындалған ба, жоқ па? Егер тағайындалмаған болса, бұл сіздің ақшаңыз ұсталып жатыр демек. Екінші қадам, ЦОН-ға, халыққа қызмет көрсету орталығына барыңыздар. Өзіңізбен міндетті түрде мына құжаттарды алып барыңыздар. Жеке куәлігіңіз, алтын алқа немесе күміс алқа куәлігіңіз, немесе батыр ана марапат куәлігіңіз, балалардың туу туралы куәліктері немесе олардың жеке куәліктері, тіркеу мекен жайын растайтын құжат. Үшінші қадам, жәрдемақыны қайта есептеу туралы өтініш жазыңыздар. Өтінішті 2 данада жазыңыздар, бірін соңға тапсырыңыздар, екіншісінде қабылдау туралы белгі алыңыздар. Бұл өте маңызды. Белгісіз дана бұл сіздің дәлелдемеңіз. Егер болашақта дау туса, сіздің қолыңызда дәлел болады. Төртінші қадам, балаларыңыздың жасы мен оқу мәртебесін тексеріңіздер. Егер балаларыңыздың бірі 23 жасқа толмаған және күндізгі бөлімде оқитын студент болса, отбасыңыз жәрдемақы алу құқығын сақтайды. Бірақ ол үшін жоғары оқу орнынан немесе колледжден ресми анықтама алып, ЦОН-ға немесе еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментіне тапсыруыңыз керек. Бұл анықтаманы уақытылы тапсырмасаңыз, жәрдемақы тоқтатылуы мүмкін. Бесінші қадам, егер сізге берілген жауап қанағаттандырмаса, немесе өтінішіңіз қабылданбаса, жоғары инстанцияларға шағымдануға толық құқығыңыз бар. Бұл ауданның немесе қаланың еңбек және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы. Шағымды да 2 данада жазыңыздар. Сіздің аталары мен аналарыңыз бұл ел үшін күресті. Сізде де сол рух бар. Өз ақшаңыз үшін күресіңіздер. Бір маңызды ескерту. Егер сізге өткен айларда тиесілі жәрдемақыны аз төлеген болса, сіз кері есептеу талап ете аласыз. Яғни, мысалы, 6 айдан бері азырақ алып келсеңіз, ол 6 айдың айырмашылығында қайтарып беруге тиіс. Бұл заңдағы сіздің құқығыңыз. Қадірлі достарым, аталар мен апалар, бүгін біз бірге өте маңызды жолдан өттік. Сіздер бұл елдің тірегі болдыңыздар. Балалар өсірдіңіздер, олар өз кезегінде осы елдің азаматтары болды. Мемлекет сіздерге бұл үшін қарыздар, және сол қарызды заң жүзінде талап ету, бұл сіздің толық құқығыңыз. Ұялмаңыздар, қорықпаңыздар, бюрократиядан шошымаңыздар. Сізде баруға жер бар, ЦОН бар, e-gov бар, заңгер бар, осы арна бар. Ал енді мен сізден бір сұрағым келеді. Пікірлер бөліміне жазыңыздар. Сіз қанша бала өсірдіңіз және қазір қандай үстеме ақы аласыз? Бұл өте маңызды, себебі сіздің жауабыңыз басқа аналарға, басқа отбасыларға үлгі болуы мүмкін. Сіздің тәжірибеңіз біреудің ақшасын сақтап қалуы мүмкін. Сондықтан жазыңыздар, бөлісіңіздер және осы бейнені таратыңыздар. Анаңызға, апаңызға, көршіңізге жіберіңіздер. Өйткені олар да білуге тиіс. Сіздер батырлар, сіздер осы елдің алтыны. Алға, қадірлі отандастарым, келесі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.